Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте дәмді тауық етімен және саңырауқұлақтан тұратын пирог дайындайтын боламыз. Бізбен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен біз пирогты дайындау үшін қамырын дайындап алсақ, қамырына аздаған шым тұзбен разрыхителді және де сары майымызды ұсақтап турап салып аламыз да, жақсылап тұрып біркелкі масса пайда болғанша жақсылап араластырып аласыздар. Яғни түйіршіктер пайда болғанша. Кейін осындай түйіршіктер пайда болғаннан кейін оған қаймағымызды және де бір жұмыртқамызды салып жақсылап тұрып қамыр пайда болғанша араластырып илеп аласыздар. Дайын болған қамырымызды біз салафанымызға салып холодильникке 20 минутқа қойып қоясыздар. Осы уақыт аралығында салмасын дайындасақ, салмасына біз осындай тауық етін ұсақтап төртбұрыштап турап аласыздар да, тұз салып су құйып осылай етіп газға, яғни отқа қойып 20 минуттай пісіріп аласыздар. Ал саңырауқұлақтарымызды видеодағыдай етіп турап алып, құрғақ табада баяу отта жақсылап тұрып қуырып аласыздар. Әбден суы кетіп жұмсақ болғанша жақсылап қуырып аласыздар. Кейін қамырымызды жұқа етіп жайып осылай формаға келтіресіздер. Мендегі форма 20 сантиметрлік диаметрлік форма болды. Ал астында мен осыған қалдыратын рецепттікі 24 сантиметрлік диаметрлер. Сіз өздеріңіздің диаметріне қарай, пісіретін формочканың диаметріне қарай келтіріп алсаңыздар болады. Осылай форманың жан-жағын келтіріп алғаннан кейін біз жаңағы дайын бұны жақсылап тұрып орталарын вилкамен тесіп шығасыздар да 10 минутқа 200 градуста духовкаға салып пісіріп аласыз. Ол дайын болғанша біз салмасын дайындап алсақ, ол үшін сүтімізге кішкене шым тұзымызды және де жұмыртқамызды қосып жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Кейін жұмыртқамызға әбден қосып араластырып алғаннан кейін үккіден өткізілген сырымызды қосып жақсылап тағы да араластырып аласыз. Кейін осы піскен қамырымыздың үстіне салмаларымызды салсақ, ең бірінші тауықтың етін, кейін жаңағы піскен саңырауқұлағымызды саламыз. Саңырауқұлақ пен тауық етін бір ыдысқа салып араластырып алып бірге салсаңыздар да болады. Кейін және де арнайы алдын ала дайындаған құятын заливка дейді ғой, соныңызды да бетіне біркелкі етіп құйып аласыздар. Және де үккіден өткізілген сырымызды саламыз. Жаңа қамырымызды духовкада 200 градуста 10 минут пісіріп алсақ, сол 200 градустан 180 градусқа түсіресіздер. Сосын кейін осы пирогымызды салып 40 минуттай пісіріп аласыздар. Міне пирогымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады.